Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Байхақи атты ғалым кісі Шуабул имам кітабында келтіреді. Бір күні пайғамбар үйінен шықты дейді, шапанын сүйретіп. Мінберге көтеріпті, аңзартукумуннар, ей адамдар, мен сендерге дозақты айтып ескерттім деп сондай бар даусымен айқайлады дейді. Базардағы сахабалар, базардағы адамдар да оның даусын естіп, пайғамбар жаққа беттерін бұрған еді дейді. Ағайындар, көшеге шығып айқайламай-ақ қояйық, мына заманда жынды дейтін шығар. Бірақ дүниеге келтірген әкең мен шешеңе, ана, жәннат бар, әке, жәннат бар деп жарамаймыз ба? Адалдап неке қимаған әйеліңізді жәннатқа сүйрегіңіз келмей ма? Әке, ана деп жүрген балаларымызға жәннатқа көргіңіз келмей ма? Не үйретіп жатырмыз оларға? Қиын ештеңесі жоқ діннің. Бар болған Аллахның айтқанын істейсің, басқа ештеңе емес.